Енді баласына вакцина салдырмаған ата-аналарға штраф салатын болды. Штраф болғанда қалай? Компенсация түрінде болады деп жатыр. Егер де балаңыз екпе алмаса, сол екпе алмаған кесірінен жаңағы вспышка болатын болса, кори болсын, басқасы болсын, мемлекеттік мекеменің, ұйымның қандай да бір жұмысына шектеу келтіріліп, соның есебінен, жаңағы екпе алмағандардың есебінен компенсация төленеді дейді. Компенсация деген тырнақшаның ішіндегі, былай айтқан кезде, жапсырмаланған, бұрмаланған штраф деген ғой. Яғни екпе алмасаң штраф төлейсің дегенге алып келгісі отырма деген ой туындайды. Әлеуметтік желіде наразылық білдіріп жатқандар өте көп. Дегенмен ақпарат қаншалықты рас? Тексеріп көрейік. Қазіргі уақытта бұған қатысты заңға өзгеріс енгізілгелі жатқан туралы ақпарат жоқ. Осы жаңалықтың шығуына орталық коммуникациялар қызметінде болған кездесу себеп болған. Онда мемлекеттік бас санитар дәрігер Сархат Бейсенова брифинг өткізген. Алайда ол қандай да бір компенсация немесе айыппұл туралы нақты айтпайды. Бейсенова керісінше, бүгінде мұның заң арқылы реттелмеген, бұған қатысты талқы қажет екенін атап өтті. 20 ақпанда мемлекеттік бас санитар дәрігер Сархат Бейсенова орталық коммуникациялар қызметіне барып, елдегі жағдай туралы баяндады. Журналистердің бірі денсаулық сақтау министрлігі немесе билік антиваксер ата-аналарға вакцина салдырса да қызылша жұқтырған балалардың ата-анасына өтемақы төлеу жоспарлап отыр ма деген сұрақ қойды. Планирует ли Министерство здравоохранения или правительство помочь ответственным родителям взыскать с антипрививочников компенсацию за материальный и моральный ущерб, или же будут использованы бюджетные деньги? Бейсенова болса, мұндай мәселе қазіргі уақытта заңнама арқылы реттелмегенін атап өтті. Сондай-ақ бас санитар дәрігер вакцина салдырмаған балалардың ата-аналарынан тікелей өтемақы алу мәселесі байыпты талқылауды және тиісті заңнамалық әрі нормативтік құжаттарды әзірлеуді қажет етеді деді. Қазақстанда бұған ұқсас тақырып бірінші рет қозғалып тұрған жоқ. 2017 жылы тегін вакцинаны салдырудан бас тартып, артынан ауырып қалған қазақстандықтар емделу ақысын өздері төлеуге мәжбүр болу мүмкін деген туралы сөз болған. Ал сіз балаңызға вакцина салдыру туралы не ойлайсыз?